Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте керемет жұмсақ болып шығатын және өте дәмді венский вафлидің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ерітілген сары майға секерді қосып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Енді оған жұмыртқа, сүт, ванилин салып тағы араластырамыз. Енді осыған қалған сухой ингредиенттерімізді, яғни ұн мен қопсытқышты салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде осындай қоймалжың масса дайын болды. Ең алдымен формамызды қосып, қыздырып аламыз. Вафлилеріміз жабысып қалмас үшін видеода көрсетілгендей формаға сармай жағып алсаңыздар болады. Енді дайын болған массаны 1-2 ас қасықпен құя отыра қызарғанша пісіреміз. Вафлилеріміз өте керемет жұмсақ болып пісіп шықты.